Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет дәмді тағам фетучини дайындайтын боламыз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, алда көптеген жаңа рецепттер болады. Бізге керек болады тауықтың төс еті, саңырауқұлақтар, яғни шампиньоны, сұйық май, менде оливковое масло, сырды моцарелла немесе пармезан, сарымсақ, фетучини макароны, және де клегей қажет болады 10-20%. Ал енді дайындауға кірісейік. Бірінші саңырауқұлақтарымыздың сыртын тазалап аламыз. Сонда түрі де әдемі болып шығатын болады. Тазаланған саңырауқұлақтарымызды жіңішке етіп турап шығамыз. Тауықтың төс етінде майдалап турап шығамыз. Екі түйір сарымсағымызды алып, үстінен басып, турап шығамыз. Отқа табамызды қойып, үстіне сұйық майымызды құйып, сарымсағымызды қызартып, қуырып аламыз. Оның үстіне тауық етімізді салып, суы тартылып, қызарып, қуырылғанша араластырып, қуырып отырамыз. Тауық шамамен 10-15 минут қуырылуы қажет. Суы тартылған соң үстіне жұқаша туралған саңырауқұлақтарымызды салып, араластырып қуырамыз. Саңырауқұлағымыз да тауықтың еті сияқты сөлі шығып, сол сөлі тартылғанша қуыруымыз қажет. Оған да бір шамамен 10-15 минуттай керек. Татымына қарай тұз бұрышымызды салып, араластырып, үстіне клегейімізді құямыз. Клегейімізді шамамен 10 минуттай бұқтырамыз. Қайнап тұрған тұзды суымызға фетучини макарондарымызды салып, 6-7 минуттай пісіріп аламыз. Пісіріп алған соң суын төгіп тастаймыз. Бір-біріне жабысып қалмау үшін араластырып отыру қажет. Дайын макаронымызды алып, үстіне құямызда жақсылап араластырамыз. Ұсынардан алдын үстіне үккіштен өткізілген пармезан немесе моцарелламызды себеміз. Негізгі ерекше дәмді осы сыр береді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.